Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге осындай өте ерекше болып шығатын хит самсалар, тюльпан деп аталатын самсалардың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Осындай нәзік болып шығады, жайылмайды, арасына сары май жағылмайды, құрамында сары май бар, өте тез дайындалады. Ауызда еритін самсалар болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып аламыз да, бөлме температурасында тұрған сары майды қолдың көмегімен ұнмен араластырып, осылай крошка жасайтын боламыз. Жақсылап тұрып езіп аламыз. Екі қолдың көмегімен осылай жазсаңыз да болады. Енді үстіне тұз қосамыз, қопсытқыш қосамыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ортасын ашық етіп қалдырамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, ақ бөлігін ақуызын салатын боламыз. Сары уызын бетіне жағуға бөлек ыдысқа алып қаламыз. Үстінен жылы айранымызды қосып, алдымен лопатканың көмегімен жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Одан кейін қолдың көмегімен жүгініп, жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырды жақсылап 4-5 минут аралығында илеп аламыз. Осылай қамыр шықты. Енді осыны пакетке салып, тоңазытқышта 20-30 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. 1-2 дана пиязымызды алып, ұсақтап турап аламыз. Видеоның толық нұсқасын видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыз. Сол жерге бәрін жазып қалдырамын. 2 дана ірілеу картопты алып, оны да кубиктап, ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Ұсақтап туралған картоп пен пиязымызды, үстінен тартылған етімізді саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып, қолдың көмегімен осылай үлкейтеміз. Одан кейін астына ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қатты үлкен етіп жаюдың қажеті жоқ. Кішкене дөңгелек етіп, диаметрі 24-25 см болатындай етіп жайып аламыз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Біздің осы бөліктерге бөлгенде 20-22 дана самса шығады. 4 бұрышты етіп, осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліп алғаннан соң, осы 4 бұрыштаған қамырларымызды алып, дөңгелек форма жасаймыз. Ең алдымен алып, осылай дөңгелек формаға келтіріп, астын жабыстырып аламыз да, жерге қойып осылай домалатсақ, асты тегіс топ-домалақ болып шығады. Барлық қамырымызды осылай дөңгелетіп шығамыз. Мінекей бір шетке қойып, бетін жауып қоямыз. Енді біртіндеп алып, самсаларымызды түйетін боламыз. Арасына май жағуды қажет етпейді. Құрамында май болғандықтан өте дәмді, ауызда еритін самса болып шығады. Осылай дөңгелек етіп, жайып алдық. Енді осылай кесеміз, шетінен ортаңғы бөлігіне дейін. Салмамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп, бір шетінен бастап, осылай дөңгелетіп, орап шығамыз. Барлығын осылай орап алдық, слоеный болып шығады әрі. Енді астыңғы бөлігін
Қолдың көмегімен жақсылап жапсырып шығамыз. Дөңгелек етіп формаға келтіреміз. Мінекей, осымен біздің самсамыз дайын. Өте әдемі, ерекше қызғалдақ деп аталатын самса. Осындай әдемі самса болып шықты. Енді тағы бір көрсетейін. Осылай шеткі бөлігінен ортаңғы бөлігіне дейін кесіп аламыз да салмамызды салып орап шығамыз. Ақырындап. Салмасы түсіп кететіндей болса, қолыңыздың көмегімен итеріп жіберсеңіз болады. Осылай жақсылап орап алдық. Енді астыңғы бөлігін жапсырып шығамыз. Мінекей, дәл осылай барлық самсалармен қайталап шығамыз. Осылай орналастырып шықтық. Енді бетіне күнжіт пен жаңағы жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып алып, бірінші жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз, одан кейін күнжітке аунатамыз. Бірінші тәсілі осындай. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Егер күнжіт көп болып кетті десеңіз, келесі тәсілмен сыртына жақсаңыз болады. Екінші тәсілі, самсаны қолымызға ұстап, осылай жұмыртқаның сарысын жағып аламыз, және де күнжітімізді бетінен қолдың көмегімен сеуіп шығамыз. Сол кезде оңай болады, күнжіт те көп болып кетпейді. Дәл осылай барлығына сеуіп шығамыз. Әдемілік береді күнжіт, өте керемет болып шығады. Пешімізді қыздырып алдын ала осындай әдемі самсалар шықты. Маған қатты ұнады. Дәмі де ерекше, оңай дайындалады. Қызып тұрған пешімізге салып, 25-30 минут аралығында қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей, біздің қызғалдақ самсаларымыз дайын болды. Көздің жауын алатындай өте әдемі болып шықты. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз, қонақтарыңызды, үйдегілеріңізді таңғалдырыңыз. Жасалуына көп те уақыт кетпейді. Мінекей, самсаның ішкі бөлігін көрсетейін. Өте жұмсақ, аузда ерейтін самса болып шықты. Өте дәмді, жұмсақ. Достар, видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Ас болсын. Сіздермен Мадина.